Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен Арыс қаласындағы номер 17 колледждің тігін өндірісі және киімді үлгілеу мамандығының арнайы пән оқытушысы Қалмұрзаева Зілиха Әбдіқызы. Бүгін сіздерге WorldSkills критерийлерін арнайы пәндерде Крил әдістемесі арқылы оқыту тақырыбында бейне материал ұсынамын. Жоспармен таныс болыңыздар. Кіріспе бөлім техникалық және кәсіптік білім беру мекемелерінің оқу үдерісіндегі WorldSkills стандарттары. Крил бағдарламасының пайда болуы. Негізгі бөлім Крил дегеніміз не? Крил бағдарламасымен оқытудың мақсаты және қорытынды бөлім Крил бағдарламасының тиімділігі. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан 2050 стратегиясында әр тіл бұл адамның байлығы. Қазақстанда мемлекеттік тіл қазақ тілі. Көршіміздің тілі орыс тілін білуіміз керек. Ағылшын тілі әлемдік тіл. Ол әлемдік аренаға шығу үшін қажет. Әлемде басылып шығатын 10 миллион кітаптың 85-90% ағылшын тілінде шығады. Ғылым, ақпараттық технологиялар бәрі ағылшын тілінде. Қазақстанда 3500-ге жуық шетелдік компания жұмыс істейді. Біз олармен қай тілде сөйлесетін боламыз, әкеліп жатқан жабдықты қай тілде енгізетін боламыз деген болатын. Жүсіпбек Аймауытов кезінде пәнді оқытумен бірге әр пән тілді игеру әрі жетілдіруге бағытталуы тиіс. Баланы тілді дұрыс қолдануға үйрету әр мектеп, әр мұғалімнің басты мақсаты. Оқытуды пәнді оқыту және тілді оқыту деп бөлуге болмайды деп жазған болатын. Әрине, үш тілдік білім барысында орыс тілін үйрену аса қиындық туғызбайды. Себебі орыс тілі қала жастарына етене сіңіп кеткен. Ал ағылшын тілін білу еңбек нарығына және әлемдік кеңістікке еркін кіру, бәсекеге қабілеттілікті қамтамасыз ету деген сөз. Кәсіптік және техникалық білім беру саласында арнайы пәндерге келетін болсақ, ағылшын тілінде оқыту тәжірибесін Венгрия, Испания, Чехия, Тайвань және Финляндия елдер қолданып келеді. Ағылшын тілін меңгерген қайсы бір мамандық иесі алыс жақын шет ел тәжірибесінде жылдам меңгереді. Әрі мықты әлемдік деңгейде кітаптарға қол жеткізе алады. Әсіресе жұмысшы жастардың WorldSkills әлемдік чемпионатына қатысып, ол жақта қойылып отырған талаптарды жетік түсініп, өз ойын толық жеткізе алатын дәрежеге жету мүмкіндігіне ие болады. Әрі қолына диплом алған жас маман шет елдердің ірі компанияларында жұмыс жасай алады. Елімізде халықаралық стандарттарға бағытталған кәсіби кадрлар даярлау мақсатында жыл сайын WorldSkills чемпионаты өткізіліп келеді. Техникалық және кәсіптік білім беру мекемелерінің оқу үдерісіне WorldSkills стандарттарын ендіру қазіргі таңда уақыт күттірмес қажеттілік болып отыр. WorldSkills чемпионатының тапсырмалары жыл сайын өзгеріп отырады. Кейбір тапсырмалар ағылшын тілінде беріледі. Сол себепті білім алушылар әлемдік дәрежедегі сайыстарға қатысу үшін кәсіптік ағылшын тілін жетік меңгеруі тиіс. WorldSkills чемпионатының стандарт талаптарын меңгеруде Крил технологиясы үштілділік оқыту бағдарламасын жүзеге асырудың тиімді әдісі болып табылады. Крил дегеніміз не? Крил не үшін керек? Крил бағдарламасы Content and Language Integrated Learning, яғни пәндік тілдік кіріктіре оқыту деген сөз. Предметно-языковое интегрированное обучение. Яғни пән мен тілді бір-бірімен кіріктіру арқылы сабақ өту. Бағдарлама әсіресе арнайы пәндерді оқыту мен жұмысшы мамандарын даярлауда тиімділігі жоғары. Крил екі мақсатты көздейтін оқыту әдістемесі. Біріншісі, екінші және үшінші тіл арқылы пәнді оқыту және пән арқылы тілді оқыту. Крилдің пайда болуына келсек, Крил акронимі 1990 жылдар пайда болды. Финляндияның тілдерді дамыта оқыту университетінде жұмыс істейтін Дэвид Марш деген оқытушы 1994 жылы Крил технологиясын іске асырды. Себебі Марш Австралияда дүниеге келген, Ұлыбританияда тәрбиеленген, Финляндияда жұмыс істеген. Ол тілдерді араластыра оқудың тиімділігін көрсеткісі келіп, осы бағдарламаны ұсынды. Крил әдістемесі анау айтқан жаңалық болған жоқ, себебі кіріктірілген сабақта бізге бұрыннан таныс, бірақ арнайы пәндерді тіл пәндермен кіріктіру арқылы нақты мақсатқа жетуде тиімділігі жоғары. Крил бағдарламасының мақсаты пәнді шет тілі арқылы оқыту, тілдік қарым-қатынас орнатуды жеңілдету болып табылады. Крил бағдарламасы өз мамандығына қарай шет тілінде қарым-қатынас жасауға, болашақ түлектердің шет мемлекеттерге шығып жұмыс жасай алу мүмкіндігіне ие болу деген сөз.
Клил әдісі оқытушының сөйлеуін азайтып, керісінше студенттердің бір-бірімен сөйлеу дағдысын қалыптастырады. Клил бағдарламасының міндеті: пәнге байланысты студентке жаңа ұғымдар мен идеялар таныстыру, студенттің пән мен тілді қатар меңгеруін қамтамасыз ету, екінші тілде сөйлеу сенімділігін арттыру, сабақта пән мазмұнын алдыңғы қатарға қою, сабақта екінші тілді оқу жоспарына және студенттің қабілетіне орай жоспарлау, түрлі ойлау қабілетін арттыратын тапсырмалар беру, студентке тіл мен пәнді қатар меңгеру барысында қолдау көрсету. Бағдарламаның артықшылықтары: білім алушылар бір-бірімен шет тілінде сөйлесу қабілетін арттырады, студенттердің мәдени аралық білімі көтеріледі, ойлау және шығармашылық қабілеті дамиды, білім алушылардың сенімділігі мен ынтасы жоғарылайды, шет тілін білуге қызығушылығы артып, оны әртүрлі жағдайда қолдану маңыздылығы артады. Яғни Клил бағдарламасы өз мамандығына байланысты терминдердің аудармасын білумен қатар іскерлік қарым-қатынас жасауда үлкен рөл атқарады. Мысалы, тыңдалым, айтылым, жазылым, оқылым. Осыларға жеке тоқталатын болсақ, мүмкіндігінше сөйлеу белсенділігінің барлық түрлері сабақта болу керек. Оқытушы сабақты жоспарлай алады. Кейбір материал аудио мәтін түрінде ұсынылуы мүмкін, немесе оқытудың іздеу әдістері арқылы, диалог пен әңгіме арқылы материалды түсінуге болады. Тыңдалым жазылыммен біріктірілуі мүмкін. Оған кестелер толтыру, диаграмма құрастыру, кемшіліктерді қалпына келтіру жатады. Оқу материалдарын таңдағанда жас ерекшеліктеріне және студенттердің тілдік дайындық деңгейіне сәйкес келетін түрлі стильдердің түпнұсқа мәтіндерін таңдау керек. Сондай-ақ аудио бейне материалдарды, кішігірім бөліктерге бөлінген мәтіндер, иллюстрациялар, диаграммалар, карталар және тағы басқаларын пайдалануға болады. Оқу материалы екі мақсатқа қол жеткізуі тиіс: тақырып және тіл қолдану мүмкіндігі. Енді арнайы пәндерді ағылшын тілінде оқыту барысында әрине қиындықтар мен кедергілер кездеседі. Оларға оқыту материалдарының жетіспеушілігі, білім алушылар мен оқытушылардың ағылшын тілін төмен деңгейде білуі, Клил бағдарламасын қолдану барысында материалдық тосқауылдар, яғни термин сөздердің дайын аудармасының тапшылығы, интернет желісінің төмендігі, компьютерлік заманауи жүйелі бағдарламалардың қолжетімсіздігі және оқытушылар тарапынан ынталанудың төмендігі, уақыт тапшылығы жатады. Клилді қолдану. Арнайы пәндерді оқыту барысында біз кіріктірілген сабақтарды өтіп жүрміз. Бірақ мен өз практикамда арнайы пәнді физика, химия, биология пәндері мен математика пәндерімен кіріктіріп өткенім бар. Ал қазіргі Клилді қолдануға жүрексінеміз, себебі ағылшын тілін меңгермеуіміз кедергі. Бірақ бұл әдістеменің артықшылығы: тілді соншалықты жетік меңгермесек те, қажетті терминдерді аудару арқылы, сол терминдерді сабақ барысында үзбей қолдану арқылы өту мүмкіндігінде болып отыр. Модуль бойынша немесе бір модульге кіретін бірнеше пәндермен бірге отырып, сабақ жоспарын түзу барысында Клил бағдарламасының BOPS әдісімен жоспар жасауға болады. Мен сіздердің назарларыңызға BOPS әдісімен жоспарланған сабақты ұсынамын. Әдетте сабақты жоспарлау 3 кезеңнен тұрады. Клил бағдарламасында сабақты BOPS әдісімен жоспарлау кезінде де осы кезеңдер сақталады. Сабақ жоспары бұл оқытушының негізгі жұмыс құжаты, яғни сценарий сияқты. Ол нақты, түсінікті, қысқа болу керек. BOPS моделімен жасалған сабақ жоспары 3 кезеңнен тұрады. Кіріспе бөлім. Бұл жерде көпір орнату, міндетін, күтілетін нәтижесін анықтау, белсенді топтарды алдын ала бағалау жатады. Негізгі бөлімде белсенді оқыту кезеңі. Қорытынды бөлім бағалау және қорытынды шығару. BOPS моделі Қытай, Ұлыбритания, Канада сияқты дамыған елдерде пайдаланылатын сабақты жоспарлаудың тиімді әдісі. Қазіргі кезде осы модель бойынша Назарбаев зияткерлік мектебі мен Атырау Эпек Петротехник Скул мектептері сабақ өтуде. Сіздерге BOPS әдісімен жоспарланған сабақты назарларыңызға ұсынамын. Бұл жерде BOPS сөздері бір мағынаны білдіріп тұрады. Мысалы, bridge, яғни көпір орнату, байланыс орнату. Студенттердің назарын аудару, ұйымдастыру кезеңін тақырыпқа байланыстыра отырып пайдалану, тақырыпты ашуға өздерін бағыттау, сюжеттер, роликтер көрсету, жетелеу тапсырмаларын беру және тағы басқалары. Екінші бөлімі outcome,
яғни міндеттер мен оқытудан күтілетін нәтиже. Сабақтың мақсатын, міндетін түсіндіру, анықтау, сабақ соңында не білу, не жасай алу керектігін нақтылап алу, белгілі нәтижеге қол жеткізетіндерін міндеттеу, сабақ соңында біледі, бағалайды және жасайды деген тұжырымға келу. Келесі бөлім pre-assessment, яғни алдын ала бағалау. Бұл жерде студенттердің қызығушылығын анықтаймыз, ақпарат көзі болатын студенттерді іріктейміз, немесе арнайы тапсырмалар береміз. Ұқсас жағдайларды ортаға салуға мүмкіндік береміз, ішінара ерекшеленген студенттерді бағалап үлгереміз. Келесі бөліміміз participatory learning, яғни белсенді оқыту. Бұл жерде күтілетін нәтижеге қол жеткізуге арналған қажетті ресурстар болады, яғни оқу үдерісіне оқытушының үлес қосуы, яғни аз сөйлеу керек, тақырыпты студенттің көмегімен түсіндіру керек, студентке шектеу қоймаймыз, пікір алмасу, ортақ шешім шығару, студенттермен бірлескен жұмыс жасау үшін түрлі акты, ойын элементтерін, кері байланыс әдістерін пайдалану. Бұл жерде де оқытушының шеберлігі үлкен рөл атқарады. Келесі post-assessment, яғни пост-бағалау. Пост-бағалау міндетті түрде екі сұраққа жауап беру керек. Студент нені зерделеді және мақсатқа жетті ме? Соңғы бөлімі summary, яғни қорытынды бөлім. Summary, жұмыс үшін студенттерге және оқытушыға алғыс білдіру, үй тапсырмасын беру. Мына жерде мен материал тану пәнінен талшықтардың қасиеттері және құрамы тақырыбында бір сабақты бопс әдісімен жоспарладым. Бұл жерде де көпір орнату, яғни уәжді қамтамасыз ету, маңыздылығын көрсету, аутом міндеттер мен оқытудан күтілетін нәтиже, сабақ соңында студент не біледі, не бағалайды және жасай алатынын сипаттайды. Келесі pre-assessmentте алдын ала бағалау. Студент не білді, немесе студент алдын ала осы туралы білетіндерін ортаға салады, яғни сол кезде бағаланады. Келесі негізгі бөлім. Негізгі бөлімде оқытушының әрекеті, бұл жерде тақырыпты кезеңімен баяу түсіндіру, студенттің көмегімен пікір алмасы, ортақ шешім шығару, студенттермен бірлесіп жұмыс жасау. Студенттің іс-әрекеті байқайды, бақылайды, әрекеттерді қайталайды, жауап іздейді, бір-біріне көрсетеді, жұмыс дұрыс жауаптарын табады. Post-assessment кезеңінде орындалған жұмыстарды жылдам тексереміз және summary, жұмыс үшін алғыс айтып, үйге тапсырма береміз. Сонымен қорыта келгенде, қазіргі заманауи талапқа сәйкес өзіндік көзқарасы бар, жан-жақты дамыған жеке тұлғаны қалыптастыру оқытушылар үшін маңызды мәселе. Осы мақсатта заман талабына сай болашақ мамандар даярлауда оқыту үдерісінде пәнді кіріктіру қажеттілігі туындайды. Бұл бағдарлама әсіресе арнайы пәндерді оқыту мен жұмысшы мамандарын даярлауда тиімділігі жоғары деп айтып өттік. Жұмысшы жастардың WorldSkills әлемдік чемпионатына қатысып қойылған талаптарды жетік түсінуіне, өз ойын толық жеткізе алуына және сол дәрежеге жету мақсатында қолданылатын CLIL технологиясы бұл мәселені шешудің негізгі тәсілдерін білі. Осы орайда техникалық және кәсіптік білім беру педагогтарына зор жауапкершілік жүктеп отырғандығы белгілі. Үш тілдік білім беру жүйесін енгізу жағдайында колледждердің барша педагогтарына сәттілік тілеймін. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.